Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті үкімет, құрметті сенат, сіздерге мынау барша қазақ елінен үндеуімізді жолдайын деп отырмыз. Сенатқа өткен ЛГБТ пропагандасына, ЛГБТ насихатына тыйым салынатын заңды барлық халық қолдап жатыр. Бұл заң ешкімнің құқығын таптамайды. Бұл заң ешқандай халықаралық пактілерге, болмаса конвенцияларға қарсы тұрмайды. Бұл заң ешбір еліміздегі бір жеке тұлғаның құқығын тапталмайды. Бұл тек қана бүкіл Қазақстанның ата-аналарының өзіміздің балаларымызды жаман ақпараттан, азғындықтан қорғайтын тікелей балаларымызға қатысты заң. Сондықтан мына жерде біздің елде бұл заңды басқа жаққа бұрмалап, ақпараттық шабуыл жасап жатқан тұлғаларға мән бермей, сенатқа, үкіметке, президентімізге үндеу, бұл заңды қабылдауларыңызды сұраймыз.